Ел тыныштығын, қоғамдық тәртіпті сақтау абыройлы міндет. Бұл жауапты жұмысқа отансүйгіш патриот азаматтар ғана лайық. Маңғыстау аудандық полиция бөлімінің бастығы, полиция полковнигі Қуандықов Рашид Жұмағалиұлын көпшілік жақсы біледі. Әкесі Қуандықов Жұмағали зейнет жасындағы полиция полковнигі болса, ұлы Рашид әке жолын қуған құқық қорғау саласының қызметкері. Қуандықов Рашид Жұмағалиевич ішкі істер органдарында жұмысты 1993 жылы Ақтау қалалық полиция басқармасында бастадым. Әкем абыройлы қызмет атқарып, полиция полковнигі шенімен зейнетке шықты. Мен өзімнің халықтық қауіпсіздігін жолына еңбек етіп, әке жолын қуғанымды мақтан етемін. Ішкі істер органдарында сержант шенінен бастадым, полиция сержант тергеушінің көмекшісінен. Ішкі істер органдарында әртүрлі қызметте, әртүрлі лауазымда жұмыс атқардым. Оның ішінде криминалдық полиция басқармасының бастығының орынбасары, экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы, Мұнайлы аудандық полиция бөлімінің бастығы болды. Енді қазіргі таңда осыны Маңғыстау аудандық полиция бөлімінің бастығы жұмыс атқарып отырмын.